Ғылым таппай мақтанба, орын таппай баптанба. Құмарланып шаттанба, ойнап босқа күлуге. 5 нәрседен қашық бол, 5 нәрсеге асық бол. Адам болам десеңіз. Қайырлы күн, қадірлі оқырман қауым. Өздеріңізбен қайта жүздескенімізге қуаныштымыз. Бүгін сіздердің назарларыңызға сирек және құнды кітаптар қорынан ақын, жазушы, журналист Ықылас Адамбековтың құрастыруымен 1939 жылы Алматы қаласында Қазақстан көркем әдебиет баспасында латын қарпінде жарық көрген ұлы ақынымыз Абай Құнанбайұлының өлеңдер жинағын ұсынамыз. Жинақ 2 бөлімнен тұрады. Алғашқы бөлімінен ақынның жаз, көз, қыс, жазғы тұры, қараша, желтоқсан мен сол бір екі ай және тағы да басқа өлеңдерін, ал екінші бөлімінен Александр Македонский жайлы жазған Ескендір, Мың бір түн ертегісінен әзім әңгімелері, Масқұт сынды поэмаларын оқуға болады. Құрметті оқырман қауым, дана Абай атамыздың өсиетті өлеңдерімен немесе толық шығармаларымен танысқыңыз келсе, кітапханамыз сіздерді әрдайым күтеді. Келіңіздер, кітап оқыңыздар, білім нәрімен бірге сусындайық. Сіздермен әдеттегідей бірге болған мен Еркебұлан Елеусізұлы, келесі кездескенше сау, саламатта болайық.